Армысыздар, ала арнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі, студияда Аслан Ермекбай, алдымен аңдатпа. Қостанайда Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы ұлттық ғылыми академиясы президиумының көшпелі отырысы өтті. Кездесудің басы тақырыбы өңірлік ғылымды агроөнеркәсіптік кешеннің негізі ретінде айналдыру. Бұл жайында сәлден соң. Ауыл шаруашылығын қолдауға бағытталған жеңілдетілген лизинг жалғасуда. Биыл бағдарлама аясында ел бойынша 200 миллиард теңге бөлінді. Отандық техника алғашқы жарнасыз 6%-бен 7 жылға дейін мерзімге беріледі. Сәлден соң толығырақ. Қазақстанда бала туатын жастағы әйелдерді тегін контрацепциямен қамтамасыз ету жоспарлануда. Денсаулық сақтау министрлігінің басшысы мұндай шара түсік жасатудың алдын алуға және босану кезінде өлім жітімді азайтуға бағытталған түсіндірді. Қостанайда Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы ұлттық ғылым академиясы президиумының көшпелі отырысы өтті. Кездесудің басты тақырыбы өңірлік ғылымды агроөнеркәсіптік кешеннің негізгі тетігіне айналдыру және еліміздің технологиялық егемендігін қамтамасыз ету жолдарын қарастыру болды. Көшпелі отырыс шеңберінде өткен ғылыми инновациялық көрме ауыл шаруашылығы саласына арналған жаңа технологиялар мен тың шешімдердің алаңына айналды. Жиынға қатысқан отандық және шетелдік ғалымдар, жоғары оқу орындарының өкілдері мен кәсіпкерлер агросекторда дамытуға бағытталған заманауи жобаларын таныстырды. Қостанай облысы еліміздің астықты өңірлерінің бірі. Ауыл шаруашылығының саласында мол әулетке ие аймақ. Сондықтан дәл осы жерде Қазақстан Республикасының президенті жанындағы ұлттық ғылым академиясы күшті өңірлік ғылым, қуатты өңір тақырыбында көшпелі отырыс өткізуді жөн санады. Бұл шара мемлекет басшысы ұлттық құрылтайда айтқан стратегиялық тапсырмаларды жүзеге асыру аясында ұйымдастырылды. Елбасы алдағы 10 жыл ішінде Қазақстан терең өңделген астық өнімдерін өндіру және экспорттау бойынша әлемнің үздік 10 елінің қатарына кіруі тиіс екенін мәлімдеген болатын. Бұл мақсатқа жету үшін агросаланы индустрияландырумен қатар ғылым мен инновацияларға негізделген тәсіл қажет. Ғалымдардың 60% бюджеттің ғылымға беретін қаражаттың 66% екі қалада шоғырланған, Алматы мен Астанада. Бұл қайшылық. Бұлай ғылымды дамыту мүмкін емес. Сондықтан біз мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес әрбір өңірде өңірлік ғылымды дамытуға бетбұрыс жасап жатырмыз. Біріншіден, бұрын акиматтар ғылымға ақша бөлінбеген. Қазір бюджеттік кодекске өзгеріс жасап, қазір әрбір акимат, әрбір әкім өздері конкурс өткізіп, содан кейін ғылымға қаражат бөлетін болды. Шарада ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеудің ғылыми және технологиялық басымдықтары талқыланып, өңірлік ғылымды өнеркәсіптік даму мен азық-түлік қауіпсіздігінің негізгі тірегіне айналдыру жолдары қарастырылды. Күн тәртібіне терең өңдеу, өңірлік өнеркәсіпті әртараптандыру, технология трансфері, кадр даярлау, экологиялық шешімдер мен агросекторды цифрландыру мәселелері енгізілді. Қостанай облысы бойынша 5 басымдықты приоритетті анықтап алдық. Сол приоритетпен жұмыс істейтін боламыз. Оған қоса қазір Қостанайдың университетінің базасында тұрақты жұмыс істейтін форсайт орталық болады. Сөйтіп, бұл үлкен жұмысты бастаймыз. Біздің мақсатымыз сол акиматтарға көмектесу. Әкімге кеңестеріне бірге жоспар құрамыз, сол жоспарға сәйкес бірге дамытып отырамыз. Көшпелі отырыс аясында ғылыми инновациялық көрме ұйымдастырылды. Онда отандық және шетелдік ғалымдар, жоғары оқу орындары мен бизнес құрылымдары ауыл шаруашылығын өңдеуге, экологиялық және биотехникалық шешімдерге, өндіріс процестерін автоматтандыруға қатысты өз жаңалықтарын таныстырды. Поставили на рынке сегодня. Бүгін біз киік етінен дайындалған бұқтырылған ет пен шұжық өнімдерін алғаш рет ұсынып отырмыз. Бұл толықтай өзіміз дайындаған бірегей өнім. Қазіргі таңда мұндай тағамдар нарықта жоқ және әзірге сатылымға шыққан жоқ. Барлық заңды және техникалық мүмкіндіктерді қарастырып жатырмыз. Киік еті өте дәмді, жеңіл әрі сенімді, бірақ бастан орта есеппен 50% таза ет алынады. Қостанайдағы көшпелі отырыс жай ғана ғылыми форум емес. Бұл Қазақстанның жаңа индустриялық бағытының негізін қалайтын маңызды қадам. Енді ұлттық ғылым академиясы мен мемлекеттік органдар терең өңдеу саласын дамыту бойынша үкіметке аналитикалық ұсынымдар дайындап, өңдеу және азық-түлік өнеркәсібін тиімді дамыту бойынша жол картасын әзірлемек. Алекс Сытник, Аслан Ермекбай, Тоғжан Қабдрахман, Алау телеарнасы.
Қостанай облысында өңірлік даму мен ауыл инфрақұрылымын жаңарту бағытындағы ауқымды жұмыстар атқарылуда. Облыс әкімі Ұзынкөл ауданына жұмыс сапары барысында бірқатар әлеуметтік нысандарды аралап, ауыл шаруашылығының жай-күйімен және жаңа әлеуметтік жобалармен танысты. Аудан орталығында жаңадан салынған көп қабатты тұрғын үй, демалыс паркі және ауыл шаруашылығындағы ірі жобалар өңірдің әлеуметтік-экономикалық өсімінің айқын көрсеткіші. Жергілікті шаруашылықтарда ауылды көркейтуге өз үлесін қосып жатырлар, спорттық алаңдар салып, әлеуметтік жауапкершілік танытуда. Қостанай облысының әкімі Ұзынкөл ауданындағы ірі шаруашылыққа барып, жергілікті фермерлермен кездесті. Кәсіпорын 2005 жылдан бері Королев Сергей Леонидовичтің басшылығымен жұмыс істейді. Негізгі бағыт егіншілік пен мал шаруашылығы. Техника паркі толыққанды 950 миллион теңге инвестиция салынған. Яма 150 тонн. Шаруашылық 10.225 гектар жерде игерді, оның 7000-ға жуығы егіс алқабы. Жұмысшылар саны 60-ға жетеді деп жоспарланып отыр. Жаңа салынған ғимаратқа жүк көліктері оңай кіріп шығалады. Биіктігі ыңғайлы етіп жасалған. Қатты шаңды болдырмау үшін арнайы шаң сорғыш құрылғысы да орнатылды. Шаруашылықтар қазіргі ауылды дамытуға белсенді үлес қосып жатыр. Өз қаржыларына футбол мен баскетбол алаңдарын салып берді. Қазір балалар сол алаңдарда спортпен айналысуда. Где-то инвестируем. Жыл сайын ауылды дамытуға 10-17 миллион теңге көлемінде қаржы бөлініп келеді. Биыл әкімдік жол салуға мүмкіндік берді. Бұл ауыл тұрғындары үшін үлкен жетістік болып табылады. Ұзынкөл ауылында әлеуметтік маңызы зор жоба 18 пәтерлі екі қабатты тұрғын үй құрылысы аяқталуға жақын. Жалпы ауданы 1063 шаршы метр, ішінде 1, 2 және 3 бөлмелі пәтерлер бар. Бұл жоба республикалық және облыстық бюджет қаржысынан салынуда. Пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың қазаны. Тұрғын үй әлеуметтік тұрғыдан осал азаматтарды баспанамен қамтамасыз етуге бағытталған. Облыстық орталығында ғана салып қана қоймай, ауданда да салынып жатыр. Келесі жылы тоже ақшасын бөліп, мәселесін дайындаңдар. Қостанай облысының әкімі Ұзынкөл ауылына жұмыс сапары аясында жаңадан салынып жатқан демалыс паркінің құрылыс барысымен де танысты. Жоба 2025 жылдың 1 тамызында пайдалануға берілді. Парк жалпы көлемі 0,6 гектар аумақты қамтиды. Бұл саябақ біздің әр мерекелік шаралар өтеді. Кешілікті жастар, үлкен кісілер осы саябақта жүреді, серуендейді. Сырттан келген қонақтар да болады осы саябақта. Осы ауылымыз осы өсіп, көркейе берсін. Міне жолдарымызды дұрыстап жатыр. Көше бойы асфальт салып, жолдарды дұрыстап. Қазір жай жаңбыр болсын, не болсын, жүре аламыз. Міне үлкен трассамызды да бізге істеп берді. Мұнда жаяу жүргінші жолдары, жарық шамдары, орындықтар, кіші сәулеттік формалар, сахна, сондай-ақ үстел теннисі мен шахматқа арналған үстелдер, баскетбол мен волейбол алаңдары, балалар ойын алаңы мен көгалдандыру жұмыстары да қарастырылған. Ауыл шаруашылығын қолдауға бағытталған жеңілдетілген лизинг жалғасуда. Биыл бағдарлама аясында ел бойынша 200 миллиард теңге бөлінді. Отандық техника алғашқы жарнасыз 6%-бен 7 жылға дейін мерзімге беріледі. Қостанай облысындағы техниканың жаңартылуы мен мемлекеттік қолдау тиімділігі жайлы әріптесім Тоғжан Қабдырахман баяндайды. Осиновка ауылында тұратын Арыстан Оразақов ауыл шаруашылығымен 2016 жылдан бері айналысады. Қарапайым отбасылық кәсіптен басталған бұл іс бүгінде аймақтағы ірі жеке шаруашылықтардың біріне айналған. Фермер жылқы және ірі қара мал өсірумен қатар шөп шабу жұмыстарымен айналысады. Ал соңғы 2 жылда жеңілдетілген лизинг бағдарламасының арқасында шаруашылығын жаңа техникамен жаңартып, еңбек өнімділігін бірнеше есе арттырған. Былтыр 2024-те льготный лизинг бағдарламасы бойынша жатқа алдық, 9 метрлік прицепной жатқа. Биыл енді наурыз айында өтініш бердік бір трактор МТЗ-ге. Олардың ұсыныстары бойынша мүмкіндіктеріңіз бар деп 2 трактор алдық. Ең бастысы бұл техникаларды алу үшін ешқандай кезекте тұрудың немесе құжатпен шапқылаудың қажеті болмаған. Өтінішін онлайн жолдап техниканы небәрі бірнеше аптаның ішінде қолына алған. Бұл ауыл еңбеккерлер үшін үлкен жаңалық. Жаңа тракторлар толық автоматтандырылған. Бұрын 5 ескі трактордың атқаратын жұмысын қазір 2 заманауи техника өздігінен атқарып отыр. Бағдарлама шарттары да кәсіпкерге тиімді. Алғашқы жарна бірден талап етілмейді. Жылдық мөлшерлеме 6%, мерзімі 7 жылға дейін. Одан бөлек алынған техниканың құның 30% мемлекет тарапынан субсидияланады. Бұл шаруаның қалтасына түсетін салмақты едәуір жеңілдетеді. Мысалы, март кезінде техниканы алсақ, бастапқы төлемді біз 1 декабрьге төлесек болды. Жаңағы жем-шөбімізді жинап алып, сататынды сатып, өткізетін малымызды өткізіп, енді жылда аяқтағаннан кейін уже жаңағыдай төлеп тауға болады. Сол жағы жеңіл.
Жаңа техниканың тағы бір артықшылығы сапалы сервистік қызметі. Қандай да бір ақау болған жағдайда сол күні мамандар келіп, техниканың кепілдік негізінде жөндеп береді. Бұрын мұндай жағдайларды фермерлер өз күштерімен шешуге мәжбүр болса, қазір барлық жұмыс жүйелі жолға қойылған. Арыстан Оразақовтың айтуынша, жеңілдетілген лизинг тек техника емес, уақытты, шығынды, еңбекті үнемдейтін жақсы мүмкіндік. Ал мұндай қолдаулар ауылда еңбек етіп жатқан мыңдаған шаруаның тіршілігін жеңілдетіп, дамуына жол ашып отыр. Айта кетейік, облыс бойынша ауыл шаруашылығы саласында айналысатын шамамен 8000 субъект бар. Олардың қатарына заңды тұлғалар, ірі және орта шаруа қожалықтары мен жеке кәсіпкерлер кіреді. На текущий год Биылғы жылы республика бойынша 200 миллиард теңге бөлінді. Қай облыс көбірек өтінім берсе, сол облыс бөлінген қаржының үлкен бөлігін алады. Қостанай облыстық шаруашылығы басқармасы бұл бағдарламаның негізгі мақсаты кәсіпкерлерге қолдау көрсету. Олардың қаржылық жүктемесін азайтып, техникасын жаңартуға мүмкіндік беру керек екенін қосты. Оның айтуынша, өтініш мақұлданғаннан кейін отандық техникаларды көп күттірмей, қысқа мерзім ішінде фермердің қолына жеткізіледі. через какое время у нас 1-2 айдың ішінде бұл құжаттарды қабылдау актілеріне қол қоюға, зауыттың қолжетімділігіне және техниканың қолда бар жоғына байланысты болады. Егер техника қолда болса, бәрі әлде қайда жылдам жүзеге асады. Айта кетейік, Қостанай облысының әкімінің төралығымен өткен отырысында әкім техника ауыл шаруашылығында өте маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Сондай-ақ ол жаңа техниканың уақытылы дайындау және сатып алу мәселесіне ерекше назар аударды. В прошлом году было выделено 100. Өткен жылы Қазагро қаржы желісі бойынша 120 миллиард теңге бөлінді. Бұл жеңілдетілген лизинг бағдарламасы аясында жүзеге асты. Оның нәтижесінде 1300-ден астам ауыл шаруашылық техникасы сатып алынды. Соның арқасында облыстың машина трактор паркі 6%-ға жаңартылды. Жалпы алғанда бүгінгі күні техникалық база алдағы егін жинау науқанына дайын деп айтуға толық негіз бар. Ал биыл мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес бұл сома 2 еседен астам көлемге ұлғайтылды. Сондықтан осы мүмкіндікті пайдаланып ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілермен қосымша техника алу бағытында әлі де белсенді жұмыс істеу қажет. Жеңілдетілген лизинг ауылдың дамуына, фермердің кәсібіне, еліміздің азық-түлік қауіпсіздігіне жасаған маңызды инвестиция. Осындай қолдаулар арқылы ауылдағы еңбек абыройлы іске айналып отыр. Олег Сытник, Олжас Есенжігіт, Тоғжан Қабдрахман, Алау телеарнасы. Қазақстанда бала туатын жастағы әйелдерді тегін контрацепциямен қамтамасыз ету жоспарлануда, бірақ бұл халықтың белгілі бір санатына ғана әсер етеді. Денсаулық сақтау министрлігінің басшысы мұндай шара түсік жасатудың алдын алуға және босану кезіндегі өлім жітімді азайтуға бағытталған атап өтті. Белгілі болғандай, Қостанай облысында мұндай тәсіл қолданылып жүр. Бұл туралы жергілікті мамандар да не айтатынын келесі сюжеттен көріңіз. Қазақстанда халықтың әлеуметтік осал санатындағы әйелдерді тегін контрацепциямен қамтамасыз ету бойынша жоба әзірленуде. Мұндай бастама денсаулық сақтау министрлігінде жарияланды. Мұны жергілікті бюджеттер есебінен жасау жоспарлануда. Сұрақтың бағасы әлі анық емес, өйткені мұндай қолдауға мұқтаж әйелдердің санын білу қажет. Ең алдымен біздің министр осал топтар туралы айтқан кезде, ол бұл жыныс мүшесінен тыс патологиялар бар әйелдерді, олардың репродуктивті құқықтарын, яғни жүктілікті жүзеге асыруға еңсерілмейтін кедергі болып табылатын қатар жүретін ауруды білдірді. Себебі жүктілік әйел денесіне ауыр жүктеме болып табылады. Шенеунік мұндай әйелдердің тек медициналық себептерге байланысты осал екенін атап өтті. Белгілі болғандай, Қостанай облысында жоспарланбаған жүктіліктің алдын алуға мұндай тәсіл бұрыннан қолданылып келеді. Негізінен жатырішілік құрылғылар деп аталады. Мұндай баға егер өз есебінен жасалса, 20 мың теңгеден басталады. Аз қамтылған экстрагенетикалық патологиясы бар осы контрацептивтерді өз қаражат есебінен сатып алуға мүмкіндігі жоқ әйелдер топтарына жергілікті бюджет есебінен сатып алынады және бөлінеді. Мамандар оны осы мақсатта пайдаланады. Негізінде әйелдердің бұл топ үшін үлкен емес. Маман жүктілікті тоқтату әйелдер үшін қауіпті екенін және кез келген жағдайда олардың репродуктивті денсаулығына зиян тигізетінін еске салды. Сонымен қатар олар кейінірек көптеген аурулардың себебі болады. Бүгінгі таңда адамдар үшін қол жетімді контрацепция түрлерінің алуан түрлілігі бар. Мысалы, гормоналды препараттар, тосқауыл әдісі, тағы да жатырішілік құралдар, спермацидтер де бар. Мұндай контрацепция тууды шектеу мақсатында қолданылмайтын нақты ажырату керек, бірақ бұл отбасында жоспарланбаған жүктіліктің алдын алу үшін ақылға қонымды алдын алу шарасы. Содан кейін хирургиялық аборт немесе медициналық түсік түсіру арқылы үзілуі мүмкін.
Денсаулық сақтау министрлігі сондай-ақ тегін контрацепция ана мен нәресте өлімінің санын азайтуға көмектесетінін атап өтті. Естеріңізге сала кетейік, Қостанай облысы бүгінгі таңда осы көрсеткіштер бойынша көшбасшылар қатарында. Отбасындағы жүктілік осы жүктілікті көтеруді қандай да бір ауыр патологияның болуына қарамастан босануды аяқтауды көздейтін жағдайлар біздің канондарымызға сәйкес жүктілікке қарсы болатын ауру олар жыл сайын болады. Мұндай жағдайлар жылына бірнеше рет болады. Иван Янсен Қостанай облысында жалпы туу көрсеткіші төмендеп бара жатқанын атап өтті. Мысалы 2024 және 2023 жылдары салыстыра отырып, босану саны 500 жағдайға азайған. Ал ағымдағы жылдың 6 айында олардың саны одан да аз болды. Қостанай тұрғыны жол көлік оқиғасы салдарынан зардап шекті. Полицияның алдын ала мәліметтер бойынша екі көліктің соқтығысуына келген қозғалыс ережелерін бұзғаны үшін кінәлі зардап шеккен адамның көлігін жіберіп алмаған жүргізуші болып отыр. Осы жайында толығырақ және сот тасымалдаушы компанияның қостанайлық зейнеткерге 200 мың теңге төлеуге міндеттелгені. Полицейлер Қостанай әуежайында шетелдіктерді қалай қарсы ала бастағандықтар жөнінде келесі сюжеттен көріңіз. Қостанай полициясы жол көлік оқиғасы фактісі бойынша тексеруді жүргізеді. Облыстық полиция департаментінің хабарлауынша 6 тамызда сағат 16:10 шамасында Лада көлігінің жүргізушісі тең емес жолдардың қиылысында кішігірім жолмен жүріп бара жатып, негізгі жолда келе жатқан көлікке жол бермеген нәтижесінде Volkswagen көлігімен соқтығысқан. Соққыдан Volkswagen инерция арқылы қозғалысты жалғастырып, металл қоршауға соғылған. Оқиға орнына патрульдік полиция қызметкерлері мен жедел жәрдем бригадасы келді. Volkswagen көлігінің жүргізушісі дене жарақатын алғаны анықталды. Полиция барлық жол қозғалысына қатысушыларды белгіленген ережелерді қатаң сақтауға шақырады. Қостанайлық зейнеткердің тасымалдаушы компаниядан моральдық зиянның өтемақысын өндіріп алу туралы талап бойынша істі сот қарады. Іс материалдарына сәйкес 2024 жылдың тамызында жаяу жүргіншіні басып қалған үшін автобус жүргізушісі шұғыл тоқтап, нәтижесінде көлік жолаушысы дене жарақатын алады. Атап айтқанда, мойын омыртқаларының жабық сынған. Бұл ауырсыну және рефлекторлы бұлшық синдромны қиындайды. Мұның бәрі жол көлік оқиғасы салдарынан денсаулыққа ауыр зиян келгендіктен сотта жүргізуші зардап шеккендерге дәрі-дәрмек сатып алу үшін өз еркімен 300 мың теңге төлемін анықтады. Бірақ зиянымен сәйкес зиян келтірген кезде автобус қауіптіліктің жоғары көзі болып табылып, моральдық зиян келтірушінің кінәсіне қарамастан өтелді. Парасаттылық пен әділдік қағидаттарын негізге ала отырып, сот бұл тасымалдаушы компанияға жатуы тиіс деп шешті және одан жәбірленушінің пайдасына 200 мың теңге өндіріп алды. Халықаралық әуежайларда, теміржол вокзалдарында және халыққа қызмет көрсету орталықтарында көші-қон полициясының қызметкерлері шетелдіктерді қарсы ала бастады. Ішкі істер министрлігінің бастамасы бойынша олар ел қонақтарына тәулігіне 1 гигабайт интернет пен сим-карталарды тегін береді. Қостанай облысында да ерекшелік болған жоқ. Келушілерге берілетін жинаққа навигациялық жадынама мен сайтқа өтуге болатын QR-код кіруге savertravel.kz одан жедел байланыс, заңды такси 102 қосымшасы және тағы басқа туралы 4 тілде пайдалы ақпарат бар. Сонда Қостанай облысында қонақтардың ыңғайлы мен қауіпсіздігі үшін қонақ үйлерде, туристермен келетін орындарда және полиция бөлімдерінде QR-кодтары бар жадынамалар орналастырылған. Сим-картаны пайдалану үшін шетелдік міндетті түрде электрондық тіркеуден өтуі тиіс. Есірткі қылмысымен күресушілер бояуы бар бүріккіш баллондармен қаруланып, қайтадан қаланың шағын аудандарын аралап шықты. Полицейлер мен еріктілер қауіпті тыйым салынған заттарды сатуға арналған интернет ресурстарда жарнамалайтын үйлердің қабырғаларындағы жазуларды жойды. Сонымен қатар қылмыстық жарнаманы бояуға облыстық полиция департаментінің жанынан құрылған есірткі құқық бұзушының алдын алу кеңесінің мүшелері де қатысты. Акцияда біздің түсірілім тобы да болды. Арнайы акция басталар алдында есірткі қылмысымен күресушілер спрей бояуы бар баллондарды шайқап жаттығудың бір түрін өткізді. Олардың көмегімен қаланың бір шағын ауданындағы үйлердің қабырғаларындағы жазуларды жоймақшы. Бір қарағанда мұндай бүріккіш бояумен жазылған зиянсыз жазулар ықтимал қауіп төндірмейтіндей. Алайда Такие вот надписи. Мұндай жазулар бұл есірткіні делдалсыз сатып алуға болатын тікелей жол. Бұл жазба үшін қылмыстық кодексте жауапкершілік қарастырылған. Бұл 299-да бірінші бап. Бұл бапта есірткіні, психотроптық заттар және олардың аналықтарын заңсыз жарнамалау, насихаттау үшін 3 жылдан 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған делінген. Қазір Қостанай полицейлері осындай табыс тапқан адамдарға қатысты 12 қылмыстық істі тергеп жатыр. Бірақ олардың қылмыстық әрекеттерін жедел уәкілдер тоқтаталғандықтан қала бойынша жазулар аз болмайды. Айтпақшы, мектептердің бірінің жанында орналасқан осы жерде ғана есірткі жарнамаларын бояу бойынша акциялар 2 рет өткізілді. Бірақ 3-ші ретте еріктілерге жұмыс жеткілікті болды.
Осы акцияға қатысқандардың бірі Байболат Сегізбаев. Жас жігіт нақты азаматтық ұстанымға ие. Салауатты өмір салтын насихаттайды және жақында Қостанай облысы полиция департаментінің жанынан құрылған есірткі құқық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі кеңестік мүшесі болып енген. Такой совет, да, попасть. Мұндай кеңеске кіруде оңай емес. Менің ойымша адам оған саналы түрде келу керек және ол жастар арасында қандай үлес қоса алатынын білу керек. Және біздің жастарымыз осы есірткіден гөрі спортпен шұғылданса жақсы болар еді. Биыл бұл Қостанайда өткізілген осындай 6-шы акция және қатысушылар әр уақытта қаланың әртүрлі шағын аудандарында жүздеген жарнамалық жазуларды бояйды. Сонымен қатар есірткіге байланысты басқа да қылмыстарды анықтау жұмыстары жалғасуда. Аймақта 7 айдың ішінде олардың 280-і тіркелді және полицейлер заңсыз айналымнан 59 келі түрлі тыйым салынған заттарды алып үлгерген. Еңбек адамы Қостанай облысында жұмысшы мамандықтардың беделін арттыру жалғасуда. Жыл сайын көптеген жас мамандар ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп саласындағы жұмысқа қызығушылық танытып бастаған. Өңірде осы екі сала қарқынды дамып келеді, зауыттар салынуда және жаңа жұмыс орны пайда болуда. Жақында облыс орталығында форум өтті, онда жұмысшы мамандардың үздік кадрларының еңбектерін ақшалай сыйлықтармен марапаттап көтермеледі. Дамир Баймағамбетов 30 жаста және тау-кен саласында жұмыс істейді. Ер адам тау-кен жұмыстарын жоспарлау бойынша сарапшы қызметін атқарады. Ол кісінің жұмысын перспективалы болған үшін өте жақсы көретінін мойындайды. Сонымен қатар Дамир өз компаниясында жастар саясатына да жауапты. Биыл маман жұмысшы кәсіп өкілдері арасында байқауға қатысып, нәтижесінде номинациялардың бірінде жеңімпаз атанып, 100 мың теңге ұтып алды. Осындайды көбірек ұйымдастырсын, облысымыздың талантты жастары анықталсын және біздің талантты жастарымыз болашақта өздерін республикалық деңгейде және халықаралық деңгейде көрсете білсін. Ең бастысы жұмыс істейтін жастарды анықтау керек. Ол талантты жастар және олар өндіріс саласында жұмыс істейді. Қостанай облысында жұмысшы кәсіпкердің беделін арттыру және имиджін нығайту жалғасуда. Қостанайда үздік шебер форум өтті. Онда жұмысшы кәсіпкердің өкілдері түрлі салалардың сарапшылары мен практиктер шақырылды. Бүгінде өңірде ауыл шаруашылығы, ауыр және жеңіл өнеркәсіп яғни жұмысшы қолдар қажет болатын салалар дамуда. Жыл сайын жастардың осы мамандықтарға деген қызығушылығы артып келеді. Агрономдар, тігіншілер, инженерлер мен дизайнерлер қатарында жас мамандарды жиі кездестіруге болады. Өңірде ауқымды инфрақұрылымдық жобалар іске асырылуда. Оның ішінде логистикалық байланысты, экспорттық әлеуметті және жаңа жұмыс орындарын қамтамасыз ететін құрғақ порттың құрылысы басталды. Мұнда біз қолымен, басымен және жүрегімен жұмыс істей алатын білікті жастардың қаншалықты маңызды екенін көреміз. Ұйымдастырушылардың айтуынша бұл жұмысшы жастар түрлі өндіріс салаларының сарапшылары мен өкілдері еңбек саласындағы заманауи сын-қатерлерді талқылай алатын, тәжірибе алмасатын және табысқа жетудің шабыттанатын тарихы бар диалог алаңы. Шындығында менің ойымша ең алдымен өзіңе ұнайтын іспен айналысу керек. Егер сіз өзіңізге ұнайтын нәрсені әлі шешпеген болсаңыз, қазір таңдау жасаңыз. Сондықтан бәріне сәттілік тілейміз. Бәрі жақсы болатынына сенімдімін. Алина Альмышева, Мадина Бултаева, Алау телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легосымен тәмам. Студияда болған Асан Ермекбай, ел аманда, жұрт тынышта жолыққанша.